Қайырлы күн, қыз-келіншектер, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге съемканы дайындайтын боламыз. Съемканың өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар, иә? Үлкен, әдемі, керемет съемка, осыдан әдемі тамақ дайындайтын боламыз. Енді барлық неңіз мынау біздің арнада болсын. Енді қараңыздар, мына съемканы қалай дайындаймыз, иә? Ол үшін не істейміз? Мынаның сыртын бір жуып аламыз да, мына қабықтарын қазір ашып тазалаймыз. Содан кейін бұны бөлек етіп бөліп шығамыз. Жақсы ма? Мұқият болыңыздар. Енді мен бір шай жуып алдым. Оны қалай бұлай осылай алып, жақсылап тазалап шығамыз. Түсінікті ғой, иә? Арнайы қырғыш бар, сонымен қырсаңыздар да болады. Болмаса, мына жаңа раковинаның ішіне апарып, жақсылап тазалап алсаңыздар болады. Ал жақсы, мінекей қыздар, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мінекей қазір мен съемканы бөліп жатырмын. Енді арнайы өзінің пиласы болады. Сол пиламен егер бөлдіртіп әкеліп жатсаңыздар, өте жақсы болады. Егер пиламен бөлмеген болса, онда өздеріңіздің осындай өткір пышақтарыңызбен әдемі жаңағы осылай етіп дайындап аласыздар. Түсінікті ғой, иә? Болды, бас ана нені, видеоны бас. Ал қыздар, өздеріңіз көріп тұрғандай, мінекей осылай етіп мен турап шығып жатырмын. Егер лажы болса, өздеріңіз білетіндей етіп жаңағы пиламен әдемілеп бөлдіртіп алып келтірсең болады. Егер ондай болмаған жағдайда, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, мінекей осылай өздеріңіздің өткір пышақтарыңызбен әдемілеп бөліп аласыздар мінекей. Мінекей, әдемілеп бөліп аласыздар. Ал қыздар, мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, мінекей мен барлығын әдемілеп пилектетіп алдым, өзім қолыммен, пышақпен, иә. Енді мына лимонымды алдым, лимонымды сықтым, мінекей. Бір лимонды алдым, мінекей, лимонымды сықтым, тұзымды салдым, мінекей. Тұзымды салдым, жақсылап араластырып алдым. Түсінікті ғой, жақсылап араластырып алдық. Енді тұзымыз сіңгеннен кейін барып бұны өздеріңіз қалағандай етіп гриль сковородкаде жәрттеп алсаңыздар болады. Жоқ, егер гриль сковородка жоқ болып жатса, гриль сковородка болады, специальный грильница болады. Егер ондай жоқ болып жатса, онда духовкаға салсаңыздар болады. Түсінікті ғой, иә? Жақсы. Ал қыздар, мен жаңа өздеріңізге көрсеткен балығымды дайындадым. Екей басына жұмыртқамды салдым, балығымды дайындадым, дара күрішімді дайындадым. Одан кейін мінекей екі гарнир болады. Біреу күрішпен және мынау овощной гарнир дейміз ғой, иә? Көкөніспен гарнир. Енді мінекей сәндеп жатырмыз. Мынандай әдемі роза гүлімізді де бәрін дайындап қойдық. Арнайы маслина салып жатырмын, мінекей. Ары қарай сәндеу енді өздеріңіздің қолдарыңызда осылай өздеріңіздің фантазияларыңызды қосып, мүмкін менікі ұнамай қалуы мүмкін, өздеріңіздің фантазияларыңызды қосып, ары қарай әдемілеп сәндей берсеңіздер болады, көңіліңіздің қалауы бойынша.
Мінекей, біздің балығымыз дайын болды. Ас болсын барлығыңызға. Мінекей, балық дайын болды. Барлығыңызға ас болсын, өте керемет ас. Мінекей, жақынырақ көрсетіп, мінекей, сіздерге әдемілеп сәндеп дайындап қойдым. Ас болсын, парақшама жазылыңыздар, ары қарай тағы көргіңіз келетін, гарнирінің қалай дайын болған көргіңіз келетін болса, міндетті түрде менің парақшама жазылыңыздар, шеф Гүлсана парақшасына жазылып, менімен бірге болыңыздар. Ас болсын барлығыңызға.